Балаларға базарлық бүгін Асқар Тоқпанов атындағы Жамбыл облыстық драма театрында көңілді Роджер ертегісі қойылды. Хикаяға толы қойылымды бүлдіршіндер ата-аналармен бірге қызықтап тамашалады. Бұл жолы театрға келгендер қарасы қалың. Әрі ең кішкентай көрермендер қонақ болған спектакль олардың көңілінен шыққан көрінеді. Мен ит пират, тағы да мысық пираттарды екеулес соғысқан. Саған ұнады ма? Неден келдің бұл жаққа? Мен анамен маған өте қызықты. Ертегі оқиғасы мол қазынаны көздеген бір-біріне шабуыл жасап жатқан теңіз төбеттері мен теңіз мысықтарының соғысымен басталады. Асыл қазынаға қол жеткізу үшін небір көйтұрғы әдіс тәсілдерге барады. Оқиға осылай өрби түседі. Өте қызықты болды театрдың кәдімгідей. Бала деген көз алмай қарады. Өте жақсы болып қалды. Бірінші келіп тұрмын өзім. Өте жақсы әсерлі қойылымдар. Кішкентай балалар көз алмай қарады. Алдағы уақытта енді жоспар қалай? Енді кетіп барамыз. Ертегі соңында теңіз төбеттері мен теңіз мысықтары егеу құйрық бірігіп ынтымақтасады. Достық пен бірлікке қол жеткізген олар ең бай қазына достық пен ауызбіршілік екенін ұғынып, арман мақсаттарына жетеді. Көңілді Роджер атты бізде ертегісі қойылымы пираттар жайлы. Сол жерде капитан басты рөлде ойнайды. Біздің Мәмбет Қожалиев деген актер ағамыз бар. Сол кісінің қолдауымен, сол кісінің бағытымен осы спектакль қойылып шықты. Өте жоғары деңгейде қойылды деп ойлаймыз. Балаларға қатты ұнаған сияқты. Басқа сказкалардан, басқа ертегілерге қарағанда бұл басқаша бір бағытта болған сияқты. Себебі бұл қойылым ерекшелігі бір мультфильм сияқты болды. Ертегі қойылым жас ұрпақты зұлымдық пен озбырлыққа, қатыгездікке, ашкөздікке қарсы бірлесіп күресуге үндейді. Ал кезекті қойылым кейіпкерлері бүлдіршіндер үшін өте қызық болған секілді. Бұған мамандар да куә болып отыр. Олардың пікірінше бүгінгі балалар креативті және сол үшін де ерекше дүниелер ұсыну сала қызметкерлерінің басты мақсаты бүгінде. Бала деген күнде де бала біз саналы. Сондықтан оларға да бір жаңалық керек болып отыр. Мұны біз бала ғой деп қоянды шығарып қойсақ, одан жалыққан, қасқыр шығарып қойсақ, жалыққан уже көрген. Аязданның өзін кейбір балалар көбісі дегенмен шығар, білмеймін енді. Ол менің ойым ғой. Біз баяғыда сенуші едік. Қазір балалар көп сенбейді. Сол сенбегеннен деп емес, балаларға өтімді болу үшін. Қазіргі тенденция дейміз ба, сұранысқа ие дүниелерді алып келген. Ертегі авторы Дамир Салимзянов, ал төл тілімізге тәржімалаған Анар Құрманғалиева. Қойылым режиссері Мәмбет Қожалиев. Айта кетейік, аталмыш спектакль бірнеше күн сахналанады. Нақтырақ 30 желтоқсанға дейін жалғаспақ. Гүлнар Тайжан, Мұхтар Әлішев, Эльдар Түстікбаев, Аймақ.